Төртте екінші жаттығуды шығарайық. Зарядтары плюс q және де минус q екі заряд беріліп тұр, иә? Мысалы, мынау бізде плюс заряд, мынау бізде минус заряд. Екі нүктелік заряд бір-бірінен r қашықтықта орналасқан. Так, яғни мыналардың ара қашықтығы r-ға тең. Оларды қосатын түзудің тең ортасында, тура осының ортасындағы нүктеде дейді. Зарядтарды туғызатын электр өрісінің кернеулігін сызып көрсетеді. Оң заряд болғандықтан, оң зарядтан электр өрісінің кернеулігі шығады екен, оң зарядтан шығады. Яғни мынау бізде Q1 дейтін болсақ, минус Q2 дейтін болсақ, міне Q1 осы нүктеден шығады екен. Электр өрісінің кернеулігі мынау бізде E1 болады. Ал енді келесі, мына жерде заряд теріс болғандықтан, бұл жерге электр өрісінің кернеулігі кіреді екен, тоже бағыты осы нүктеден басталады да, былай кіреді. Бұл бізде E2. Енді Е жалпы электр өрісінің кернеулігін табу үшін екеуі бағыттас қой. E1-ге қосамын E2-ні. Сонда E1-дің өзі менде неге тең? K Q көбейтілген бөлінген R1 квадрат. E2 сәйкесінше K Q R2 квадрат. Енді R1 мен R2 0,5 R-ға тең. Осы нүктеден ара қашықтығы, иә? Бұнда менде былай жазамыз. E жалпы кернеулік тең болады. K Q так 0,5 0,25 0,5 квадрат 0,25 R квадрат қосылған K Q бөлінген 0,25 R квадрат. Сонда менде тең болады 2 K Q бөлінген 0,25 R квадратқа. Енді мына жерде 2-ні 0,25-ге бөлетін болсам 8 болады ғой, иә? Бұда бізде 8 K Q бөлінген R квадрат шығады. Келесі есеп вакуумда орналасқан 2,7 так заряд берілген, иә? Қарамен жазайық. Зарядтың шамасы тең болады минус 2,7 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесінде кулон. Осы зарядтан, яғни 1 сантиметр қашықтықта дегеніміз 10-ның минус 2 дәрежесі метр қашықтықта туғызатын электр өрісінің кернеулігін анықтаңыз. Ені табымыз. Е тең болады K Q бөлінген R квадрат. Енді орнына қойып жүрек, Е тең болады. К дегеніміз 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. Q дегеніміз 2,7 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Бөлінген R квадрат. 10-ның минус 2 дәрежесі квадратты, 10-ның минус 4 дәрежесі. Енді мына жерде 9-ды 2,7-ге көбейтіп жүрек. 9 көбейту 2,7. Сонда 24,3 шығады. 10-ның минус 4 дәрежесімен қысқартып жүреміз. Минус 2 дәрежесі. Сонда 10-ның 9 дәрежесін 10-ның минус 2 дәрежесін көбейтетін болса, 10-ның 7 дәрежесі ньютон бөлінген кулон. Келесі енді номер 3-ші есеп шығарайық. Нүктелік заряд R тең болады 3 сантиметр 3 көбейтті 10-ның минус 2 дәрежесіндегі метр қашықтықта кернеулігі 4 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі ньютон бөлінген кулон. Электр өрісі туғызады. Зарядтың шамасын табу керек. Е тең болады K Q бөлінген R квадрат. Енді Q-ды табу үшін
Ені көбейтеміз r квадратқа бөлеміз k-ға. Сонда q тең болады. E деп отырғанымыз 4 көбейтілген оның алып дәрежесі, r-дің квадраты 9 көбейтілген оның минус 4 дәрежесі, бөлінген k дегеніміз 9 көбейтілген оның 9 дәрежесі. Оны екеуін қысқартып жібереміз. Оның алып дәрежесін қысқартып жібереміз, оның 3 дәрежесі шығады. Сонда 4 көбейтілген оның минус 7 дәрежесіндегі кулон. Немесе 0,4 микрокулон деп алуымызға болады. Келесі номер 4-ші есепті шығарайық. Оқшауланған нүктелік заряд R тең 1 метр қашықтықта орналасқан. Нүктелік заряд 1 метр қашықтықта, өріс кернеулігі берілген 32 ньютон бөлінген кулон. Так. Осы өрістің зарядтан 8 метр қашықтықта. Мынаны еркіде қой, мынаны ерек. 8 метр қашықтықтағы кернеулігін анықтаңыз. Екін анықтаймыз. Енді зарядты тауып алайық. Бірінші берілген мәндер бойынша. Так. E тең болады. K. E1 тең болады. K бөлінген R1 квадрат. Енді осы формуладан Q тең болады. E1 R1 квадрат бөлінген K. Сонда Q тең болады. E1-деміз 32. R1 квадратымыз 1 бөлінген K 9 көбейтілген оның 9 дәрежесі. 32-ні 9-ға бөлеміз. 155 көбейтілген оның минус 9 дәрежесіндегі кулон. Енді E2-ні анықтайық. E2 K бөлінген R2 квадрат. Сонда E2 тең 9 көбейтілген оның 9 дәрежесі 3,55 оның минус 9 дәрежесі бөлінген R2-міз 8 метр, 8-дің квадраты 64. Так, мұны екеуі қысқартып жүреді. Сонда 9-ды 3,55-ге көбейтеміз. 31,9, оны бөлемін 64-ге. 0,49. Немесе 0,5 ньютон бөлінген кулон.